Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Әбдірешева Гүлмира Бейсенбайқызы, биология пәнінің мұғалімі. Авторлық бағдарламаның тақырыбы Smart Eco қоршаған ортаны цифрлық зерттеу, 7-ші сынып оқушыларына арналған. Smart Eco қоршаған ортаны цифрлық зерттеу, яғни қазіргі қоғамдағы цифрлық трансформация барлық салада өзгеріс енгізеді. Экологияда бұл үдерістен тыс қалған жоқ. Әлемнің алдыңғы қатарлы елдері қоршаған ортаның жағдайын бақылау үшін цифрлық датчиктер, мобильді экожүйелер, спутниктік карталар және жасанды интеллекті негізінде талдау құралдарын кеңінен қолданады. Smart Eco курсының қажеттіліктері: жаһанды экологиялық мәселелер, STEM бағытындағы білімге сұраныс, зерттеу дағдыларын дамыту, экологиялық мәдениет қалыптастыру. Жаһанды экологиялық мәселелер: климаттың өзгеруі, ауа сапасының төмендеуі, су тапшылығы, әлемдік масштабтағы мәселелер. Оқушылардың экологиялық сауатын арттыру өте маңызды. STEM бағытындағы білімге сұраныс: цифрлық технологиялармен жұмыс істей алатын, зертханалық эксперименттік ойлауға қабілетті жас буын қалыптастыру қажет. Зерттеу дағдыларын дамыту: мектептің ғылыми орта қалыптастыру міндетіне сай зерттеу, бақылау, өлшеу, талдау дағдыларын игеру аса маңызды. Экологиялық мәдениет қалыптастыру: әр оқушы өз мектебінің ауласының экологиясының зерттеушісіне айналып, табиғатты сақтауға үлес қосады. Курстың негізгі мақсаттары мен міндеттері: бұл курс оқушыларды қоршаған ортаны цифрлық құралдар арқылы зерттеуге, экологиялық мониторинг жүргізуге, ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыруға баулуды мақсат етеді. Бұл бағытты мақсатты міндеттерді біз 4-ке бөлдік: цифрлық құралдармен зерттеу, деректер жинау және талдау, онлайн платформаларды қолдану, экологиялық жобаларды жасау. Экожүйелерді цифрлық құралдармен зерттеуге үйретеді, экологиялық деректерді жинау мен талдау дағдыларын қалыптастырады. Нақты экологиялық жобалар жасауға ынталандырады. Күтілетін оқу нәтижелері Блум таксономиясында біз 6 бағытқа бөлдік: білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау және бағалау. Білу: атмосфера, топырақ, су сапасының негізгі көрсеткіштерін және мониторинг құралдарын біледі. Түсіну: экологиялық факторлардың әсерін және цифрлық зерттеудің маңызын түсіндіреді. Өлшеу құралдарын және онлайн карталарды қолданады. Өлшенген деректерді салыстырып, мектеп, аудан экологиялық жағдайын талдайды. Зерттеу жобасын құрастырып, экологиялық шешімдер ұсынады, мектептің экологиялық портретін жасайды. Бағалау: өлшеу нәтижесінің дұрыстығын және экологиялық білімдерді өзгертеді. Курстың ерекшеліктері мен артықшылықтары: цифрлық экологиялық мониторинг, мобильді қосымшалар, онлайн карталар және датчиктер арқылы қоршаған ортаны зерттейді. Пәнаралық интеграция: биология, география, информатика және химия пәндерін біріктіріп кешенді білім береді. Оқушыны зерттеуші ретінде қалыптастыру: оқушы ақпарат қолдаушы емес, шынайы деректер жинаушы, талдаушы және зерттеуші болып табылады. Жасыл мәдениет қалыптастыру: экологиялық жауапкершілік, табиғатты қорғау құндылығы және саналы тұтыну дағдыларын дамытады. Назарларыңызға рахмет.